Assalamualaikum, құрметті оқырмандар. Бүгінгі видеоролигіміз Азатбаш ауылы жайлы болады. Құдай қаласа қазір Дәурен деген досым күтіп алады, Азатбаш таныстырып өтетін болады. Эфирден алыстамаңыздар, қолдап өтіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Ауылда өстім, шаңына аунап еркелеп, ұядан ұштым, қатайды қанат ертерек. Асығып алда бақытым күтіп тұрғандай, армандар асқақ, қиялдар қилы жетелеп. Қаланың мынау тамаша сайран сауығы, жолдарын жуған нөсерлер жылы жауыны. Ал достар, мына канал Қазақстан каналы екен, Қазақстанға құяды екен. Сосын бұл Азатбаш ауылы, жоғарғы ауыл, тәсік ауыл деп бөлінеді екен. Комментарияда айтылады екен. Азатбаш жоғарғы ауыл, тәсік ауыл деп айтылады екен. Жоғарғы ауыл көп жазама, комментария тәсік ауыл көп жазама, оны көреміз. Сосын қазір Азатбаш алақандағыдай көрінетін жерге шығып, кадрлар алатын боламыз. Іздеймін бала, балғын шағымды. Молодец, шегір, шымыр, сіргелі. Молодец. Молодец балдар екенлері. Мен Камайстың баласымын. Камайсың ба? Мен экскаваторщикпін. Экскаваторщик сенші? Мал шаруашылығымен айналыса ма? Молодец. Әкелерің аман болсын. Ал міне Азатбаш ауылындағы 6-шы мектепке келдік. Ол 6-шы мектеп адаспаса 1999 жылдары. 6-шы мектеп, Жанбай, 5-ші мектеп барлығымыз бір жерде солдатскийде мақтада болғанбыз. Осы мектепте оқыған 83-82 жылғы жігіттер комментария жазып кетіңіздер. Біразын танимын. Осы жерде оқыдық, осы жерде бітіріп, Аллаға шүкір бәріміз үйлі жайлы болып жайғасып кеттік. Азатбаш ауылының мешіті. Ол мешітке кішігірім реконструкция жұмыстарына Азатбаш ауылының белсенді азаматтары атсалысып, қолдарынан келгенше ремонтын жасап берген екен. Сосын мына жерге жаңадан дәретханасын салып берген екен. Белсенді жігіттер, атсалысқан жігіттер барлықтарыңыз еңбектеріңізге береке берсін. Осындай салып істерден шаршамаңыздар. Қымбатты достар, бүгінгі жасаған видеом сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Келесі қай ауыл түсіру керек болса, соны да жаза кетіңіздер достар.